Тағдыр ұйтқымасы ылдай қайдан еріксіз айдап келіп табыстырған екі жас суретші қыздың студиясы 3 қабат кірпіш үйдің жоғарғысында еді. Бұл үй көшелері қысқа-қысқа, қисық-қисық шимай-шытырманға айналып кеткен кварталда, қаланың шет жағында. Тағы бір таңғаларлығы, жалғыз ұзын көшесі өзін-өзі 2 рет кесіп өтеді. Арзанырақ тер, солтүстікке қараған терезе іздейтін суретшілер қаланың осы түкпіріне үймелесіпті. Қашанда қарызданбай тұра алмайтын еңбектің адамдары мұндай құмырсқаның елеуінен қарызын жинаушыларға оңайлықпен таптыра да бермейді. Қағаз керек, бояу керек, кенеп керек. Басы артық ақша жоқ болып көргенде емес. Суретші 2 жас қыз Сьюди мен Джонси бірі Мэйннен, бірі Калифорниядан келген еді. Арзан бір ресторанда танысқан. Көркемөнерге, көйлек жеңнің жаңа модасына көзқарастары үйлесе кетті де, екеуі бір студияға орналасты. Жан аяспас дос болып кетті. Ол мамыр айының кезі еді. Қазір қараша айында өкпеден алар отамалы аурулар көбейіп кетті. Бір күні Джонсиді алып ұрды. Кідімгі күйдіріп жандырып кететін отамалы. Талдырмаш қана, нізік жаралған жас қыз қазір темір төсепте жатыр. Тор көзді голланд терезесінен көрші үйдің кірпіш қабырғасына қарайды да жатады. Басқа жаққа көзін бір аудармайды. Джонсиді емдеуге көздерін қастары жауып кеткен, аузын мұрты жауып кеткен қартаң доктор келіп жүреді. Соңғы бір келгенде доктор термометрді қатты сілкілеп тұрып. Жазылып кетуіне 10 ұпайдан бірақ ұпайы бар. Деді Джонсидің серік қызы Сьюдиді коридорға алып шығып. 10 ұпайдан бірақ ұпай. Онда да өзі жазылғысы келсе, тірі қалғысы келсе. Ауру адамның өзі өлімге мойын ұсынып, тірліктен үмітін үзе берсе, біз беретін дірі-дірмекте түк қасиет қалмайды. Сіздің жас серігіңіз бұл аурудан жазылмаймын деп бір жола мойындап қойған сияқты. Ойында не бар еді өзінің? Ол сырлы бояулар мен неаполитан бұғазын жасамақшы еді. Бояулар. Бұғаз. Сөз емес. Қалжырау. Оның жүрегінде ойлауға тұратын бірдеме жоқ па еді деймін. Мысалы еркек дейсіз бе? Дегенде Сьюдидің даусы қаттырақ шығып кетті. Еркекте ойлануға тұра ма? Жоқ, доктор, ондай түгіде жоқ. Онда жас бейшара қатты әлсіреген екен. Мен ғылымның өкілі ретінде қолдан келердің бірін істеп бағармын. Бірақ өлімге өзі бейімделіп жатқан ауруға берілетін дірі-дірмектің жарымы далаға кетеді. Өмірден, осы дүниеден үмітін үзбесеген. Егер сіз анаған-мынаған қызықтырып, тым болмаса, биыл қысқы көйлектің жеңі қандай болар екен деп сұрата алсаңыз, серігіңіздің жазылып кетуіне 5 ұпайдан 1 ұпай ұтысы болар еді. 10 ұпайдан 1 ұпай мен 5 ұпайдан 1 ұпайдың арасы жер мен көктей. Түсіндіңіз ғой. Доктор кеткен соң, Сьюди студияға барып, жапонның қағаз орамалы езіліп кеткенше жылап-жылап алды. Содан соң жеңіл бірінде ақырын ғана ыңырсып Джонси жатқан бөлмеге қайтып келді. Қолында сурет салатын тақтасы да бар еді. Джонси бетін терезе жаққа бере жатыр екен. Арықтаған денесі көрпе астынан рең сезіледі. Ұйықтап жатыр деп қаларлық үнсіз жатыр. Сьюди ысқыруын қойып алып келген тақтасын жайып, бір журналға басылатын әңгімеге байланысты суреттерін сала бастады. Жас суретшілерді көркемөнердің күрең жолына келер сүрлеулер сондай журналдар арқылы өтетіні белгілі ғой. Сьюди де сол сүрлеулердің бірінде жүрген. Сьюди суретін салып отырып, Джонсидің ақырын ғана сыбырлап жатқанын естіді. Үлденені басынан аяғына қарай емес, аяғынан басына қарай санап жатыр. 14-13. Сьюди орнынан атылып тұрып, Джонсидің қасына келді. Көздері ашық, терезеден көрінген үлденемені санап жатыр. 12 деді Джонси, аз кідіріп,
11, 19 деп аз ғана тоқталды да 8, 7 деп жұбын жазбай айтып жіберді. Сьюди де терезеге қарады. Ауру адам санайтындай не бар екенін көргісі келді. Аңырап жатқан сұр аула. 20 қадам жерден көрінген көрші үйдің кірпіш қабырғасы. Көңіл аударып көз тартар басқа еш нәрсе жоқ. Түп тамырлары шіри бастаған, ескірген бүліш шырмау, бунақ түкті бұталармен кірпіш үйдің қабырғасын белдеулеп жауып алыпты. Күздің суық желі шырмау бұталарында қалған жапырақтарын жұлып кетіп жатыр. Айналайын-ау, неменені санап жатырсың? Деді Сьюди. 6 деді Джонси ирең ғана. Енді тез-тез жылына бастады. Бұдан 3 күн бұрын 100-ге жақын еді. Санағанда басың айналатын. Енді оңай саналады. Не, тағы біреуі ұшып түсті. Енді 5-еуі ақ қалды. Ненің 5-еуі дейсің? Жапырақтардың деймін. Ең соңғы жапырақ ұшып түскенде мен де өлемін. Мен мұны 3 күннен бері біліп жатырмын. Оны саған доктор айтпады ма? Мұндай бестікті бірінші рет естіп тұрмын. Деді Сьюди, шіріген бүлістің жапырақтар мен сенің жазылып кетуіңде қандай байланыс болмақ? Сен жармес қыз, сол кірі бүлісті жақсы көруші ме едің? Өйтіп бестенбей жат. Доктор бүгін ғана сені тез жазылат деді. Тоқтай тұршы, соның өзің қалай айтқанын есіме түсірейін. Бұлай деген екен, 10 ұпай сенікі, 1 ұпай аурудікі деді. Трамвайда келе жатқан, не болмаса, бір жаңа үйдің қасынан өтіп бара жатқан жұрттың өмірлік ұпайы осыдан көп. Сөзді қой, азырақ сорпа іш. Ол екі арада Сьюди құрбың бір сурет салып тастасын. Оны редакторға өткізіп жіберіп, ауырдым деп еркелеп жатқан Джонси құрбысына шарап келсін, сорпа келсін, өзіне шошқаның котлетін алсын, шарап келудің керегі болмас деді. Джонси терезеден көзін алмай жатқан бойы. Не, тағы бір жапырақ ұшып түсті. Енді 4-еуі ақ қалды. Жоқ, сорпа ішкім келмейді. Ең соңғы жапырақтың ұшып түскенін көргім келеді. Сонда мен де өлемін. Айналайын Джонси, деді Сьюди еңкейіп. Мен жұмысымды бітіргенше көзіңді ашпауға, терезеге қарамауға уәде етемісің? Мен мына жасап жатқанымды бітіруім керек қой. Тең жарық керек, етпесе терезенің шымылдығын түсіріп жіберер едім. Студияға барып аяқтамаймысың? Деп Джонси салқын жауап қайырды. Сенің қасыңда болғым келеді, бұл бір. Екінші, сені сол шірген жапырақтарға қаратқым келмейді. Онда суретіңді салып болған соң айтарсың маған. Мен ең соңғы жапырақтың ұшып түскенін көруім керек. Соны ғана күтіп жатырмын. Күтуден жалықтым, ойлаудан жалықтым. Мені бұл өмірден не жібермей жатса, соның бірінен тезірек құтылғым келеді. Содан соң ана жапырақтарға ұқсап үзіліп түсіп төмендеп барып құлағым келеді. Сен азырақ ұйықташы, айналайын. Мен Берманды шақырып келуім керек болып отыр. Мен бір алтын іздеуші қаңғыбастың суретін қарап отырып салмақшы едім. Қазір қайтып келемін. Мен келгенше қозғалма, білдің бе? Берман қарты суретші болатын. Бірақ жолы оңғарылмай қойған адам. Жасы 60-тан асқан. Кеудесін жауып кеткен сақал мұрты ұйқы-тұйқы болып жүреді. Көп ішеді. Ол бір адам таңғаларлық тамаша сурет жасаймын дегелі қашан. Бастағанда жоқ. Бұдан ширек ғасыр бұрын керіп қойған кенебі тап-таза күйінде тұр. Жоқшылықтың темір қолдары алқымынан бір айырылмаса, суретші арманы қайдан орындалсын. Маңдайша жарнама жазып беру сияқты ұсақ түйекпен күнін көреді. Өзі бір ыңғайға оңай көне бермейтін кежір адам. Солай бола тұра екі жас суретші қыздар үшін жанын беруге бар. Сол екі қызды күзетуге қойылғандай маңдайларынан шыбын ұшырмайды.
Сьюди Берман қартты не үшін шақыра келгенін айтты. Саған қарап отырып бір қаңғыбас қазымы шалдың суретін жасағым келіп еді деді. Содан соң Джонсидің соңғы жапырақ ұшып түскенде мен де өлемін деп жатқанын айтты. Өмір байланысынан бір жола күдер үзсе, сол соңғы жапырақтай үзіліп түсерін ұғындырғысы келеді. Берман қарт өлі тас-талқан болып ашуланды. Не деген ақымақтық! Күні жеткен күзгі жапырақ үзіліп түссе, балғын жас қыз өле кету керек беген. Бармаймын. Сен оны неге сондай сандыраққа жеткіздің? Деп Сьюдиге ұрса бастады. Джонси үстінде жатыр ғой, жексұрын шал. Күйіп жанып жатқан адам сандырақтамай қайтушы еді. Түсінсеңші, Джонси үстінде жатыр, үстінде. Теңде қарт бірден құлап түсті. Айналайын балапаным-ай, сорлы Джонси-май, деді шал. Қызарған кездері жасаурап кетті. Жүр, кеттік. Мұндай өлілер ұясына айналған қалада Джонси сияқты аяулы қызға ауруға бола ма екен? Мен анау ойымда жүрген тамаша суретімді жасап болған соң үшеуміз де кетеміз бұл қаладан. Кетеміз. Алып кетемін екеуіңді. Кетем. Бұлар келгенде Джонси қалып кеткен екен. Сьюди терезенің шымылдығын түсіріп жіберді де, Берманды екінші бөлмеге алып шықты. Бірі қартаң, бірі жас, екі суретші терезеден шырмау бүліске қарады. Тіл қатыспай ұғынысып қарайтындары байқалады. Жалғыз жапырақ, ең соңғы жапырақ үзіліп түскелі бұлғалақтап тұр екен. Суық жел үйтпей соғып тек қана сол жалғызды жұлып кеткісі келгендей құтырынды. Қарлы жаңбырлы сабалап тұр. Қарт суретші терезеге қарап қалай болса солай отыра кеткен қалпында қатты да қалды. Қазір ол Микеланджело жасаған Мұсаның суретіне ұқсап кетіпті. Кешкі теңіз толқынындай бұйралана дудыраған ұзын бурыл шаштар мен сақал мұрты ұйқы-тұйқы араласып, шалбар жыртығынан қызарып көрінген тізесіне дейін шұбалып жатыр. Суреткер өз жанының неден қуанғанын, неден қайғырғанын, шошынғаны мен қорыққанын өзі ғана сезінеді. Оған көлденең ой қосудың керегі жоқ. Көркемөнер дүниесі, ой мен сезім күйсандықтың тілдеріндей, не болмаса домбыраның пернелеріндей өзара келісім таппаса, есігін бір жола жауып алады. Қалай қақсаң да ол есік ашылмақ емес. Адам жанын омыраусоқтан, опасыздықтан, саудагерліктен, сұрқиялықтан тазарта бере шынайы өнердің өз тілі, өз сүрлеуі бар. Қазір суретші қарттың ой сезімі нені қайната бастады, оны аңғару оңай еместі. Мүмкін бұл жолы үзілгелі тұрған жапырақтай қалтыраған жас қыздың жанын қалай алып қалуды ойлап отырған болар. Мүмкін қарттың өмір бойғы ұлы арманы таңғаларлық тамаша сурет салар сағаты соққалы тұрған шығар. Қарт үн қатпай шығып кетті. Ертең таң ата Сьюди оянып кетсе, Джонсидің бұлдыр тартқан көздері терезенің шымылдығында ояу жатыр екен. Шымылдықты ашшы. Далаға қарағым келеді деді Джонси сыбырлап қана. Сьюди баяу қозғалып барып шымылдықты көтерді де таңғалды. Түні бойы қарлы жаңбыр сабалап, өкпек суық жел үйтпей соғып тұрса да, шырмауықтың ең соңғы жапырағы лі ұшып түспеген екен. Сабағына жақын жағылы қара көк, қол араның тістеріндей іркіс-тіркіс жиек ернеу сарғайып қалтырап тұр. Соңғы жапырақ түні бойы соққан сұрапыл жел мен қарлы жаңбырдан ұшып ақ түскен шығар деп едім. Бүгін ұшып түсетін болғаны да. Сонда мен де өлемін деді Джонси. Өзімді ойлағың келмесе, мені неге ойламайсың, Джонси деді Сьюди еңкейіп келіп. Менің күнім не болар? Джонси жауап қайтармады. Сыр сипаты белгісіз ұзақ сапарға әзірленіп жатқан адамның жаны бұл дүниенің тіршілігіне жатсына бастаған екен. Адаммен де, өмірмен де байланысы үзіліп бітуге айналған. Бір күнде өтті. Кешкі қас қарайған кезде де жалғыз жапырақ үзіліп түспей тұра берді.
Түнге қарай тағы да солтүстіктің суық желі соғып кетті. Қар аралас жаңбырда тоқталған жоқ. Таң атқан соң Джонси тағы да терезені аштырды. Соңғы жапырақ ілі тұр. Джонси жапыраққа ұзақ қарап жатты да Сьюдиді шақырды. Көздері ұшқын атқандай жарқырап, «Мен бір оңбайтын қыз екенмін», деді Джонси. Анау соңғы жапырақ менің сол оңбаған қыз екенімді көзіме көрсетуге ұшып түспей тұрған сияқты. Өлім тілеу деген не деген күн, не деген бейшаралық. Кел сорпаңды. Содан кейін сүт пен шарап бер. Өлі айна кел. Айналамды жастықпен қымтап бер. Мен сенің тамақ зірлегеніңді көріп отырғым келеді. 1 сағаттан кейін. Сьюди, жаным, енді мені бір кезде Неаполитан бұғазын жазып шығармын деп те сенемін, деді Джонси. Бүгін екі жақтың ұпайы да бірдей, деді доктор Сьюдиді оңаша шығарып алып. Жақсылап күтсеңіз, жеңіс сіздің жақта. Ертеңіне бір күн ауырып суретші қарт Берман өз бөлмесінде өліп қалыпты. Денесіне сіреуленіп жабысқан киімдері, кешкі теңіз толқындай бурыл шашы мен сақалы бірде көк мұздақ болып қатып қалған. Аяқ киімдері мұздап қатқан, батпандаған балшық. Көк ала, сары ала бояулар еденде жайрап жатыр. Фонарын сөндіруге де шамасы келмеген. Қарлы жаңбырлы суық түнде далада болғаны анық. Қарт суретші салармын деп өмір бойы арман еткен ең тамаша суретін соңғы жапырақ ұшып түскен түні жасаған екен. Онысы жалғыз ғана жапырақ. Үзілмей тұрған, қыз жанын алып қалған сол жапырақ еді.